Жүректегі мұз 17 бөлім. Маған тіркеліп кетіңіздер, мені қолдап лайк басып отырыңыздар. Милек пен Сивилай қызбасында. Хикмет артынан не шатсе білмегенде қорқып келеді. Сивилайдың артынан аңдып келе жатқандай. Ол Жиханға звондайды. Хикметке жолдан адамдарды солғытып, трос арқанмен машинаны тартып ал деп айтады. Сол кезде Хикмет машинаны тоқтатып. Сол кезде адамдар жиналып тұрады. Машинаның арқанмен тартып, машинаны олар құтқарып алады. Және Милек пен Сивилай да аман қалады. Милек пен Сивилайды скорый алып кетеді. Милек Нухқа звондап барлығын айтып отырады. Барлығы, Нух, Хикмет, Жихан барлығы больницаға келеді. Милек баласын амандығын білу үшін УЗИге кіргісі келеді. Сол кезде Жихан да кірем дегенде Нух қарсы болып Нухтың өзі кіреді. Сүмрудың жұмыс орны. Сүмруға кімде жұмыстастары тиісе береді. Ол ашуланып күрсініп жүреді. Бірақ жұмыстастарына мен бұл жерді сатып алуымда сендердің бастықтарың болуым да мүмкін деп айтады ашуланып. Больница бөлімі. Милек пен Нух УЗИ бөлімде. Баласы оның тоқтапталық дейді дәрігер. Жихан мен Сивилай больница сатында, УЗИ сатында күтіп отырады. Жихан қатты өкінетін айтып, Сивилай мені Милек кешіре ала ма екен деп сұрайды. Сивилай білмеймін деді. Барлығы үйіне келеді. Сивилай мен Милек машинаның қалай авария болғанын, қалай бір адам арттарынан соққанын айтып отырады. Нух ашуланып мен ол адамды табамын, ол адамды полицияға берейік, олар тауып берсін деп айтады. Осы кезде Таксин мен Сүмру мейрамханада отырады. Оларды бір адам суретке түсіріп алып, Саметке жібереді. Самет ашуланып, Сүмрудың жұмысы жасап жатқан жерін сатып алғысы келіп адамдарын шақырады. Одан кейін олар Сүмрудың жұмыс істеп жатқан жеріне келеді. Ол жерді сатып алуға. Қасында Хикмет те бар. Хикмет Сүмруға біз бұл жерді сатып аламыз, біз сені қуып жібереміз, қазірден бастап кете бер дейді. Сол кезде Сүмру кетіп бара жатады. Бірақ алдынан Таксин бей келіп, жүр Сүмру дейді. Екеуі көп бағаға айтып отырады. Таксин 20 десе, Самет 30 дейді. Сонымен ақыры Самет 50 миллионға бағалап, Таксин, Самет, бұл жер сенікі деп кетіп қалады. Құтты болсын, 50 миллионға сен ал, бұл жер 50 миллионға татымайды дейді. Сол кезде Самет, жоқ, мен алмайтын болдым, ойланып қалдым деп кетіп қалады. Қасында Хикметі де бар. Таксин сол жерде күліп, Сүмру екеуі. Магазиннің егесінің әйеліне біз бұл жерді 21 миллионға аламыз дегенде, Сүмру қуанып кетеді. Сол кезде магазин иесі, Таксин бей, бұл магазин сіздікі дейді. Жұмыстастары Сүмруға қызғанышпен қарап тұрады. Асаттың бүткіл жаттарын Жихан қылтап тастайды. Жихан Саметтің үйіне келеді. Самет пен Хикметке бұл Таксин деген кім дейді. Самет барлығын айтады. Жихан сенбей ашуланады. Харикаға Асат звондап ақша әкел дейді. Ол Харика әкесіне шағымданып айтып жатады. Асат менен ақша сұрап жатыр деп. Содан кейін бұны Жихан естіп қалады. Ол Беньямин мен адамдарын Асатты алып келуге жібереді. Таксинге барлығы сөйлесіп сол басында отырады. Шансаланы біледі. Беньямин адамдармен Асатты алып келуге келеді. Бірақ Асат қарсылық танытып, бір жұмысшысын атып тастайды. Және Асат хата оқ жалап тиеді. Содан кейін оны үйге алып келеді. Жихан мен Асат хатта ашуланып сөйлеседі. Асатқа сен үйден кет деп чемодандарын дайындап қояды. Сол кезде Самет келеді. Келіп, сен мен тірі тұрғанда Жихан оны қуа алмайсың. Бұл Асаттың да үйі дейді. Содан соң, онда ол кетпесе мен кетемін дейді. Жихан солай үйінен кетіп қалады. Ертеңгі күн Жихан Анисаға келеді. Милек шыға ма деп Милек шықпайтын біліп, оған хат тастап кетеді. Және мен кетіп бара жатырмын деп айтып кетеді. Милек хатты ашып оқиды. Жиханның кетіп бара жатқанын біліп, жылап, ол да үйден асығып шығады. Жиханның артынан бара жатады. Аэропортқа келгенде, ол Жиханның артынан келе жатады.
Содан кейін Жихан алыста тұрғанын көріп, Жихан деп айқайлайды. Жихан артына қарайды. Келесі бөлімін көргіңіз келсе, каналыма тіркеліп кетіңіздер.